В этом году мы проводим третий региональный конкурс научных проектов для учащихся региона города Семей и учащихся ниш города Семей. В этом году у нас участвует более 150 учащихся с 30 школ города Семей и нашей Назарбаев-интеллектуальной школы города Семей. Принимает участие 111 проектов в 14 различных секциях. Обычно мы проводим такой конкурс для того, чтобы учащиеся имели возможность перед сентябрем, перед заявкой на республиканский конкурс, получить обратную связь качественную, получить мотивацию, получить вдохновение. Хочется сказать, что равнозначно примерно у нас представлены проекты в разных секциях. Учащиеся интересуются, и больше стало проектов, которые касаются робототехники. У нас большое такое вот внимание к краеведению, вот прям обозначается, экологическим проблемам. Поэтому есть какие-то вот новые такие вот тенденции в исследовательских направлениях, вообще в исследовательской деятельности учащихся. Хочется сказать, что сегодня мы вот пригласили экспертов с НАО университета имени Шакарима, НАО медицинский университет города Семей. Для нас очень важно присутствие экспертов в наших комиссиях, поскольку это поднимает вот вообще сами проекты исследования на новый, более такой высокий уровень. Поэтому вот мы гордимся тем, что смогли такие хорошие представительные комиссии собрать. Жобаға қатысушы оқушылардың саны өте көп. Мынау Тарбағатай өңірінен Ұржар, Аягөз, қала мектептерінен келіп қатысып жатқан балалардың саны өте тамаша, қуантарлық жағдай, өте көп балалар келіп қатысқан екен. Бұл бүгінгі болып жатқан байқауға, сайысқа мен Әлихан Бөкейхан университетінен осы тарих саласы бойынша ғылыми жұмыстарды тексеру мақсатында келіп отырмын. Ғылым салалары бойынша тексеретін болсақ, онда өте түрлі тақырыптарда жұмыстар тапсырылған. Және де балалардың жас ерекшелігі де ерекше. Мұнда 5-ші кластың баласынан 10-11 кластың балаларына дейінгі аралықта балалар түрлі тақырыпта ғылыми жобалар ұсынып жатыр. Жаңа ғылыми жұмысқа алған тақырыптарының аясы өте ауқымды және қызықты деп айтуға болады. Бірде құм сағаттар туралы айтатын болса, екіншіде жаңағы астрономия, аспан денелері туралы айтса, бірде шаруашылық түрлері, екінші бір жерде география, ауаның ластануы туралы деген сияқты түрлі тақырыптар бүгін жас зерттеушілердің тарапынан қорғауға ұсынылып жатыр. Жетекшілерге әсіресе айтатыным, алдағы уақытта, ғылыми жұмыспен айналысқан уақытта мына тақырыптың өзектілігіне көңіл бөлу керек сияқты. Сонымен қоса, зерттеудің арнайы тәсілдеріне көңіл бөлу керек. Бірнеше тәсілді арнайы белгілеп алып, сол тәсілдермен зерттеп, осы бір тәсіл қандай нәтиже берді дегендей бала өз жұмысын қорғап шыға алатындай болу керек. Қазіргі таңда менің мақсатым ірі қара малдың конъюнктивитін емдеуге арналған қымысына бөлшектер мен полимерлі материалдар негізінде жаңа дәрілік формулаларды жасау болып табылады. Өзектілігі қазіргі таңда жаңа препараттар жасау өзекті болып табылады. Ауруы бар, бірақ емі жоқ конъюнктивит ауруына байланысты мен эффективті және де пайдалы өзімізбен жаңа препараттарды ойлап таптым. Зерттеу нысандары ретінде қымысына бөлшектері, гельдік иммобилизацияланған қымысына бөлшектерін алған болатынмын. Соған байланысты мен жаңалық енгіздім, яғни гель иммобилизацияланған қымысына бөлшектері алғаш рет осы конъюнктивит ауруының алдын алу үшін қолданылуда. Мен осы препараттарымды алда көріп тұрғандарыңыздай, яғни осы КМЦ және хитозан препараттарын қолдану арқылы мен 7-8 күннің ішінде хитозан қосылған препарат арқылы малды емдеп шықтым, және де КМЦ қосылған препарат арқылы мен 10-11 күннің ішінде осы ірі қара малды емдедім, яғни оған деген арнайы рұқсаттар да болды, және де осы апайымның яғни берілген зерттеу нысаны ретінде берілген өзінің ірі қара малы өте эффективті жолды көрсеткен болады.
Мен жобамның тақырыбы ол Үржар ауданы жер су атауларының тарихы, және де жобамның өзектілігі ол ұлттық құндылықтар мен ата тарихымыздың ұлттық мәдениетімізді, этномәдениетімізді дамытып көрсету. Және де мен таңдаған жерім ол Шығыс Қазақстан облысының бай жерлерінің бірі Үржар ауданын таңдап алдым. Менің мақсатым ол біздің туризм жағынан дамыту және де этномәдениетімізді дамытып көрсету. Жалпы болашақта туризмді дамытам деп ойлаймын.